Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Айгүл Алтынбекова, алдымен аңдатпа. Сәтпаев қаласының даму бағдарламасы таныстырылды. Ұлытау облыстың әкімі аймақтың кәсіпкерлерімен кездесіп, сауалдарына жауап берді. Қалалық әкімдікте әкенің отбасындағы рөл талқыланды. Сәтпаевта Кукушинкай-кан каратэден кезекті турнир ұйымдастырылды. Сәтпаев қаласы әкімінің міндетін атқарушы облыс басшысының алдында қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша есеп берді. Толығырақ тілші тарқатады. Ұлытау облысы әкімі Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен өткен кеңесте Сәтпаев қаласы әкімінің міндетін атқарушы Алмат Саухимов шаһардың әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша есеп беріп атқарылар жұмыстарға кеңінен тоқталды. Сәтпаев қаласының даму бағдарламасы аясында биыл Кеншілер қаласында 900 орындық заманауи мектептің құрылысы басталып, 250-ге жуық жеке үй кәріз желісіне қосылады. Биыл 3,2 шақырым болатын 6 көшенің жолдарын орташа жөндеуден өткізу көзделген. Жол жөндеу, абаттандыру саласынан бөлек инженерлік желілерді ретке келтіруге де баса назар аударылмақ. Қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 223,6 километрді құрайды. Оның ішінде 70 километр тозған. Былтыр алғаш рет облыстық бюджет есебінен 4 шақырым және жергілікті бюджет есебінен 25 шақырым ағымдағы жөндеу өткен болатын. Биыл да осы бағытта жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Осы жалпы ұзындығы 42,9 километр желілерін жөндеу көзделуде. Оның ішінде 25,2 километр жылу желісі, 15,1 километр суды жабдықтау және 2,6 километр кәріз желісі. Сонымен қатар 4 бірлік сорғы жабдықтарын сатып алу жоспарлануда. Абаттандыру жұмыстарына тоқталатын болсам, былтыр қаланың төменгі бөлігіне көңіл бөліп, ауқымды жұмыстар жүргізген болатымыз. Биыл да бұл жұмыстардың өз жалғасын табады. Осы жылы 15В, 16, 12, 8 және 9 орамдардың аула ішілік асфальт төсеу жұмыстары жоспарланған. Жалпы асфальттың жабындысының көлемі 25,300 шаршы метрді құрайды. Бұл жерде төменгі бөлікті кезек-кезегімен бөліп өткізуді жоспарлап отырмыз. Халықтың сұранымы бойынша осы көшелер биылғы таңда асфальт жабындысымен төселеді. Жергілікті бюджеттен бұған 160 миллион теңге қарастырылған. Берілген ақпаратқа сүйенсек, осы жылы 5 футбол, 7 волейбол мен баскетбол және 25 балалар ойын алаңдары орнатылатын болады. Балалар ойын алаңына 12 элемент, жаяу жүргінші жолы, жасанды жасыл желек төселіп, жарықтандыру бағаналары орнатылады. Әртүрлі жасқа арналған 8 элементтен тұратын 25 жаттығу кешені де бар. 25 үйдің қасбеті жаңартылып, 25 тұрғын үйдің төбесі жөнделеді және қала бойынша жоспарға сай жаңа үлгідегі 20 аялдама орнату көзделген. Сәтпаев қаласының даму жоспарын тыңдаған облыс басшысы қазіргі жылу мәселесі күн тәртібінен түспей тұрған және бұл мәселені шешу жолдары қарастырылатынын да атап кетті. Тағы да бір мәселе бұл жылу тапшылығы. Сәтпаев қаласында да жылу тапшылығы бар. Сондықтан біз жезқазған жылу тапшылығын қазір болашақта бәрібір бөлек газға котельный соғу жоспарда тұр. Мынау Абай мектебі, аурухана жылу тапшылығы болып тұрады. Соны бәрін шешу үшін жоспарда тұр. Оны болашақта қарастырамыз, бөлек котельный. Әлеуметтік нысандарды, сол сияқты Сәтпаевта да жаңағы үйлері сол жоспар болған, соны да ойластырамыз, қарастырыңыздар. Өйткені котельный Сәтпаев жылу тапшылығы бар, соғылған үйлерге жетіспегенде газ біз бөлінеді, сіздердің газдарыңыз бар, Сәтпаевқа бөлінген. Бөлек котельный қарастырамыз Сәтпаевқа. Облыс көлемінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары құрамына кіретін көкөністерді, жем-шөп базасын өсіруді жоспарлап отырған инвесторлар да бар. Сондай-ақ есеп барысында Сәтпаев қаласында 4 жаңа аллея пайда болып, 3 тұрғын үйдің құрылысы аяқталмақ. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлының кәсіпкерлерімен кездесуінде өңірдің бизнес қоғамдастығы өкілдерін толғандыратын мәселелер талқыланды. Сондай-ақ өңір басшысы Ұлытау облысында шағын және орта бизнесті қолдау қажеттігін атап өтті. Диалог алаңының жұмысына шағын және орта бизнестің атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының жергілікті өкілдері қатысты. Кездесу барысында Берік Әбдіғалиұлы өңірдің басым міндеттері индустрияны дамыту, шағын және орта бизнесті қолдау, сондай-ақ бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттырудың маңыздылығына тоқталды. Негізгі кездесуіміздің мақсаты жаңа осы атамекен палатасының, кәсіпкерлер палатасының аясында жоспарланған осы өңірдегі
кәсіпкерлікті дамытуда жалпы қандай проблемалар, қандай мәселелер бар. Білесіздер, қазір мемлекет басшысы бұған ерекше назар бөледі. Арнайы инвестициялық штаб құрылған. Бұл инвестициялық штабтың шешімі бәріне де міндетті орындау. Бұл да негізгі оның бір құралы ретінде қазір прокурорлық фильтр деп аталады. Оны Жасұлан Бекмырзалды өз сөзіне тоқтап айтар. Бүгінгі күні инвестициялық жобаларды, әсіресе кәсіпкерлердің дамуында бірде-бір кімнің мемлекеттік орган болсын, басқа біреудің шектеу болып жатса, заңға қайшы прокуратура оған сіздерге соны ары қарай шешуге, сүйемелдеуге тікелей қазір құзыры бар, ондай міндет қойылған. Ұлытау облысында кәсіпкерлердің бастамасын қолдау үшін Қазагро қаржы акционерлік қоғамы, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы филиалдары мен Ұлытау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жұмыс істейді. Былтырдың өзінде өңірде аграрлық несие корпорациясы қаржыландыруының арқасында 65 ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылды. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 49%-ға дейін құрылтайшы болып кәсіп ашуға қолдау көрсетеді. Ауыл аманаты ауыл халқының табысын арттыру бағдарламасы бойынша бизнес иесінің алғашқы табыс көзіне жеткенше 1 жылға дейін жылдық 2,5% несие қаржысын өтеуде демалыс алуға мүмкіндігі бар. Кәсіп бастауда осы және өзге де қолдаулар жайында түсіндірме ақпараттар берілді. Өңіріміздің кәсіпкерлігінің дамуын, одан арғы қолдау жолдарын және де проблемалық мәселелерін қарау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар осы біздің кәсіпкерлерімізге қандай да бір қолдау көрсету мақсатында осында барлық қаржылық институттарды жинап, кеңес бойынша жұмыстар ұйымдастырылуда. Яғни дегеніміз, біздің осында қатысып отқан кәсіпкерлеріміз осы жерден тиісті өз кеңестерін алып, және қандай қолдау мемлекеттік бағдарламалар бар екенін біліп, сол бағдарламалар бойынша өз кәсібін ашуға, немесе одан әрі дамытуға қаржылай көмек алуына да болады. Атап айтатын болсақ, біздің өңірімізде 20 мыңға жуық кәсіпкерлер нысан тіркелген. Оның қызмет етіп жатқан 17 мыңға жуық. Жалпы әрине белсенді біздің кәсіпкерлеріміз осы мемлекеттік бағдарламалар бойынша несиелеу, субсидиялау, немесе кепілдеме алу бойынша бағдарламаға белсенді қатысса екен дейміз. Өйткені инвесторлық жобалардың біздің төңірегімізде өте аз болып келеді. Сондықтан да біздің мақсатымыз қазір уақытта үлкен инвесторлық жобаларды осы облысымызға тартып, осы біздің облыс төңірегінде жүзеге асыруға атсалысу. Кездесуге облыс прокуроры Жасұлан Еламанов та қатысқандығын айта кетейік, ол бизнесті қорғау прокуратураның басым бағыттарының бір екеніне тоқталды. Кездесуде жиналған кәсіпкерлер сұрақтарын облыс әкіміне, тиісті басқарма басшыларына тікелей жолдады, сондай-ақ осы уақытқа дейін бизнес иелерінен келіп түскен сауалдарға да жауап берілді. Кәсіпкерлер тарапынан жеке бизнес иелеріне коммуналдық тариф бағасын төмендетуге, биылдан қалмай ветеринарлық зертхана ашуға, қыс мезгілінде мал бордақылауда азық-түліктің аздық етуіне, балабақшалардағы тамақтануға төленетін ақы мен азық-түлік бағасының өсуіне қатысты сұрақтар жолданды. Кездесуден кейін Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы мен облыс прокуроры Жасұлан Еламанов кәсіпкерлерді жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Алтынгүл Төлегенова, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қалалық әкімдіктің кіші мәжіліс залында әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтті. Кеңеске қалалық әкелер кеңесінің мүшелері, ана мен бала қауіпсіз ана кабинетінің маманы, сондай-ақ неке және отбасы жөніндегі институтының маманы қатысты. Қала әкімінің орынбасары Айгүл Төлендинаның төрағалығымен өткен жиында 3 сұрақ қаралды. Солардың бірі ер азаматтың отбасындағы рөлі мен жауапкершілігі. Қазіргі таңда қаламыздың білім беру ұйымдары әкелер кеңесін өткізуде. Ондағы мақсат әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту және бала тәрбиесіндегі әкенің рөлінің маңыздылығын айқындау. Әкелер мен ер азаматтардың мәртебесін нығайту, отбасында және қоғамда әкенің рөлін биіктету. Қазақ бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деп жайдан жай айтпаса керек. Алғаш негізделіп, ес білген сәттен бастап, баланың нағыз қамқоршысы әке екендігін барлығымыз білеміз. Әке болу бар да, әке бола білу бар. Бала бойындағы жақсы қасиеттердің барлығы әке арқылы қалыптасатында барлығымызға мәлім. Әке тәрбиесінің қоғамда алатын орны ерекше екендігін ескере
отырып, Сәтбаев қаласының барлық білім беру ұйымдарында әкелер кеңесі жұмысы 2013 жылдан бастап қолға алынған болатын. Сол жылдан бері жылдық жұмыс жоспары құрылып, жоспарды іске асыру мақсатында әртүрлі іс-шаралар жүргізілуде. Сондай-ақ жиында қауіпсіз ана кабинетінің репродуктивті денсаулық пен бала тууды қамтамасыз ету мен неке және отбасы жөніндегі институтты насихаттау жұмысы туралы мәселелер қаралды. Отбасын жоспарлау бұл ерлі-зайыптылардың және жеке тұлғалардың қалаулы бала саны, туу мерзімі, олардың жас аралықтарын тиімді жоспарлауға бағытталған саналы түрде қабылданған іс-әрекеттер. Отбасын жоспарлау жеке тұлғалар мен ерлі-зайыптылардың қалауымен бала санына жету. Аталмыш жоспарлау қажетсіз жүктілікті болдырмауға, көптен аңсаған және дені сау балалардың тууына әр жүктіліктің арасында реттеп отыруға, әйел денсаулығын сақтауға және тұрмыс сапасын жақсартуға көмектеседі. Ахат бөлімінің қызметі бойынша 2024 жылдың қаңтар-ақпан айлары бойынша 59 неке қию туралы өтініші қабылданды. Оның ішінде шетел азаматтарымен бір неке тіркелді, кәмелет жасқа толған 16 жастағы толмаған заттардың арасында неке қию бір неке тіркелді, өзара келісім бойынша неке бұзу туралы 4 акт тіркелді. 2020 жылдың қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда неке қиюдың 2024 жылы көбейгенін көрсетеді. Ахат бөліміне келіп некелер қиюға өтініш берген әр жұппен жеке әңгімелер жүргізіледі. Бақытты некенің жөн сілтері, неке шеберлікті талап ететін іс тақырыбындағы кітапшалар неке қиюға келген азаматтарға табысталады. Жиын соңында қала әкімінің орынбасары күн тәртібінде қаралған мәселелер бойынша жауапты мекеме мамандарына бірқатар тапсырмалар берді. Гүлназ Амангелдіқызы, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Өткен демалыс күндері жастар спорт сарайында 2009-2019 жылдар туған балалар, жасөспірімдер мен қыздар арасында Киокушинкай-кан каратэден алшық облыстық турнир өткізілді. Іс-шара Сәтбаев қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта Киокушинкай-кан каратэ бүкіл елде кең таралған. Бұл спорт түріне қызығушылық танытушылардың қатары жыл санап артып келеді. Киокушинкай-кан каратэден ашық чемпионатқа жезқазған, Сәтбаев қалаларынан және Қарсақбай ауылынан 5 пен 15 жас аралығындағы 300-ден астам спортшы қатысты. Жарыстың басты мақсаты бұл спорт түрін ұлттау өңірінде кеңінен насихаттау және каратэге қадам басқан спортшылардың шеберлігін шыңдау. Бұл күні ұлдардан бөлек нәзік жанды қыздарымыз да спорттық шеберлік пен жеңіске деген жігерлерін көрсетті. Татамиге шыққан қатысушылардың ата-аналары мен жаттықтырушылары белсенді түрде қолдау көрсетті. Жалпы турнир жоғары деңгейде өтті. Айта кету керек, бұл шаралар жас спортшылар үшін олардың дағдыларын жақсарту және спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау үшін үлкен маңызға ие. Жалпы командалық есепте Киокушинкай-кан каратэ бойынша ашық біріншіліктің нәтижесі бойынша 3-ші орында Жезқазған қаласының командасы, 2-ші орында Сәтбаев қаласының бокс және жекпе-жек өнері мектебінің командасы, 1-ші орында Сәтбаев қаласының олимпиадалық резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебінің командасы иеленді. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамоталармен, медальдармен және кубоктармен марапатталды. Гүлназ Амангелдіқызы, Аяулым Алтынбекова, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Дүйсенбіге түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар амандықта жүздескенше.